Қандай емдік құралдар немесе дәрі-дәрмектерді ұсынасыз? Яғни барлық аурулардың алдын алатын немесе ондай өмірде бар ма ондай дәрі-дәрмектер? Енді бізде ұсынымдар бар. Жаңағы көлікте ұзақ отыратын адамдарға ортопедиялық кілемшелер, арнайы роликтер, массажный бел омыртқаларына және көз тамшыларын жаңағы көзге тамызу арқылы көз шаршауын бәсеңдететін, азайтатын әсері бар тамшыларды қолдану. Компрессионный шүлке деп айтады ғой, жаңағы аяқтағы қан айналымды жүріп тұрғандағындай әсер беретін шүлкелер киюге болады. Енді дәрі-дәрмектен және жоғары айтқандай бұл физикалық жаттығулар, міндетті түрде. Ұсынымдар бойынша қарапайым жаттығулар жасап тұру керек. Ұзақ жолға шыққан көлік жүргізушісі 2-3 сағатта әлбетте бір рет тоқтап, кішігірім жаттығулар жасап, мойын, бел аймақтарының жаттығулары, тізе жаттығулары, аяқ жаттығуларын жасап, бір 10-15 минутқа тынықса артық болмас еді. Және көлікте жаңа айтып кеткендей су болу керек. Су арқылы кішкене сергектік әсер алу үшін және тәтті тіске басарлар ұйқы келген кезде адамды эмоционалды түрде алақтандыру. Сосын жылына бір мәрте жүргізушілерге менің ұсынуым бойынша жылына бір мәрте медосмотр дейді ғой. Чекап сияқты. Чекап сияқты, медосмотрдан өту, скринингтен өту, жасқа сай өздеріне скрининг өтіп тұрғандары жақсы.